Өмір мен ақша. Иса халыққа былай деді: абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Қанша байлығы зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды. Адамның өмірі өз байлығының молдығына байланысты емес, деді. Содан кейін Иса оларға асарлы әңгіме айтып береді. Бір бай кісінің егіндік жері мол өнім береді. Ол ішінен не істесем екен, астығымды жинап қоятын жерім жоқ, деп ойланды. Ол былай деп шешті: қамбаларымды бұзып қайтадан салайын, сонда бүкіл астығым мен мал мүлкімді жинап қоямын. Сосын өзіме былай деймін: көп жылға жететін мол қорың бар, енді демалып, ішіп жеп көңіл көтер. Бірақ Құдай оған: ақымақ, бүгін таңда жаныңды алады, сонда сенің жиып тергенің кімге қалады, дейді. Өзі үшін байлық жинап, бірақ Құдаймен қатынасында болмаған адамның ақыры осылай болады.